өздеріне кәсіби мамандарды осы жерден таңдап алады. Қазақтелеком компаниясы корпоративті блогын іске қосты. Енді кез келген тұрғын осы блогқа компанияның қызметіне қатысты ой-пікірін ашық жазып қалдыра алады. Мұнда Қазақтелекомның топ менеджерлерінен бастап қатардағы қарапайым қызметкеріне дейін сұрақ қойып, пікір алмасып тұруға болады. Бұны компания өкілдері баспасөз мәслихатында айтты. Қазақтелекомның өткен жарты жылдықтағы жетістіктері орасан. Үстіміздегі жылдың 6 ай ішінде компания 20 миллиард теңгеден астам таза табысқа қол жеткізді. Бұл 2009 жылғы көрсеткіштерден 2 есе артық. Баспасөз мәслихатында ұлттық байланыс операторы корпоративті блокты ашқанын жариялады. Блоктың ерекшелігі оған кез келген тұрғын компания жұмысына баға беріп, кемшілігін айталады. Корпоративті блок онлайн конференцияларын өткізуге мол мүмкіндік береді. Біздің корпоративтік блоктың ерекшелігі онда компанияның топ менеджменті ғана емес, қатардағы қызметкерлері де бар. Корпоративтік блогинг жалпы айтқанда Қазақстан үшін жаңа құбылыс. Біздің блоктың керелермендері кез келген жаңа істе болатын аздаған кемшінге түсіне қарайды деп сенеміз. Баспасөз мәслихатында бұдан басқа тарифтің мейлінше төмендегендігі қозғалды. Шілде айынан бастап тмд мен алыс шетелдер үшін төлем тарифтері 80%-ға төмендеді. Бұл саясат одан әрі жалғасын таба бермекші. Сондықтан болашақта корпоративті блок арқылы халықтың көкейіндегіні дөп басып, көзқарасын ескеріп отыру мақсаты қойылып отыр. Бұл блок бізге өте керек деп ойлаймын. Ең бірінші себебі біздің клиенттерімізге жақындау болу деген мәселені ойлап жатырмыз. Сол блокта біздің басшылар және біздің жұмысшылар күні бойы істеп әрбір сұраққа жауап береді. Бірінші жарты жылдықтың нәтижелерін қорытындылап айтқанда, топ менеджерлер компания өткен жылдан бастап іске қосқан IDTV қызметінің күшейе бастаған атап айтты. Бұл теледидар мен интернет интерактивтілігін біріктірген технология. Қазіргі уақытта бұған 17 мың тұтынушы қосылды. Әбілғазы Мақсұлы, Ерболат Қуанышев, Қазақстан ұлттық арнасы.